Киелі қазақ сахарасы. Озалда адам ата мен Хауа ана пейіште өмір сүретін. Тыйым еткен жемісті жеп жазықты болды. Тәңірі жазалады. Жұмақтан шығарып жерге түсірді. Жаза ретінде екеуін әлемнің екі бұрышына тентіретіп қойды. 40 жыл бірін-бірі іздеп жер жаһанды шарлады. Адам атаның табаны тиген топырақ жолға, қонған мекені қалаға, құлшылық еткен жері қасиетті орынға айналыпты. Әлемді кезіп жүріп, бір күні қазақ сахарасына келді. Қазығұрт тауынан өтіп бара жатқанда, Хауа ананың сазға түскен ізін көрді. Бұған дейін жан-жарынан тырс еткен хабар болмаған еді. Ғашығының ізін көргенде еңкілдеп қоя берді. Сағыныштың жасы көзінен бұршақтай домалады. Тәңірісіне зікір айтып, сайын далада жеті жерде мінәжат етеді. Уа Тәңірім, мен Қарабеттің күнәсін кешіре көр. Жан-жарым Хауа ана менің ар намысым еді. Бір бәлеге ұрынса сүйегіме таңба болар. Оған қорған болғым келеді. Ғашығыммен тезірек табыстыра көр. Бүкіл сынағың мен қиындығыңды бірге көтеруге әзірміз. Дұғамды пайғамбарлар патшасы Мұхаммедтің құрметіне қабыл еткейсің, деді. Мұхаммедтің аты аталғанда Тәңірінің мейірімі түсті. Тілегін қабыл алды. Көк қарғаны жол басшы қылды. Құстың ұшқан бағытымен жүріп отырып, Хауа ананы ақыры тапты. Адам атаның мінәжат еткен жеті жері қазіргі Түркістан, Сайрам, Қазығұрт, Отырар, Қаратау, Қараспан, Сыр өңірлері екен. Содан бастап бұл жерлерге кие дарыды. Көкірек көзі ашылған әулие, ғұламалар көптеп шықты. Қос ғашықтың көз жасы көп тамғандықтан мөлдір махаббатты аялайтын сезімтал жандар мол болыпты. Хауа ананың табаны тигендіктен еріне адал қызмет етіп, ұлағатты ұл мен әдепті қыз өсіретін асыл текті әйелдер түркі топырағынан көп шығыпты деседі.